9 мамырда ұлы жеңіске 80 жыл толады. Бұл мерейтойды облыс көлемінде ауқымды атап өтеміз. Біз батырлардың ерлігін ешқашан ұмытпаймыз. Соғыс және тыл ардагерлеріне шексіз ризашылық білдіріп, айрықша құрмет көрсетеміз. Тәуелсіз Қазақстанның жауынгерлері аға буынның ерлік жолын абыроймен жалғастырып келе жатқан жалынды ұрпақ. Барша әскери қызметшілерге отан алдындағы адал қызметі үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Антына адал, сертіне берік, ер жүрек сарбаздар ел сенімін ақтайды деп сенеміз. Өз кезегінде бізде ел тұрғындары, көпшілік батырлардың аманатына адал болып, ел тыныштығын сақтауымыз қажет. Қаһарман бабаларымыздың жарқын бейнесіне сай болайық. Еліміздің әлеуметтік, экономикалық, саяси даму жолында аянбай жұмыс жасап, еңбектің жоғары үлгісін көрсетуіміз керек. Береке бірлігімізді, татулығымызды сақтай отырып, болашақ жарқын Қазақстанымыздың қарқынды дамуына өз үлесімізді қосайық. Еліміздің болашағы білімді де білікті, өз істерінің шебері, денсаулығы мықты, адал, өскелең ұрпақты тәрбиелеп шығарайық. Басымыз аман, бауырымыз бүтін, ел іші берекеде жаңа жеңіске жетістіктерге жете берейік. Мереке барлығымызға құтты болсын. Алдын алу басқармасының аға инженері, азаматтық қорғау аға лейтенанты Нұрболат Талғатұлы Өтеевқа беріледі.